aralashtiramiz. Birinchi xamirimizni ilib olamiz. Shumsaqqa және оны ашытты. Менің xamirim ашыды. Енді дайын болған xamirді biz qayырып шығамыз. Biz қазақ халқы өте қонақжай халықпыз. Қонақтың 3 түрі болады. Арнайы қонақ, құдай қонақ және қыдырмалы. Сол кезде біз қонақтарымызға осы бауырсағымызды, ұлттық тамағымызды ұсынамыз. Бүгін біз сіздермен ши бауырсақ жасаймыз. Осылай xamirimizni жайып аламыз. Кесіп шығамыз. Кесе беремін. Сосын сіздердікі. Бауырсағымызды кесіп болдық. Енді пісіріп аламыз. Енді пісіріп қыздар маған дастархан жайғалып кесіп жіберіңіздер. Енді бауырсағымыз да дайын болды. Енді дастарханға қойсақ болады. Дастарханымыз да дайын болды. Қандай жақсы балдар екен. Үлкен жігіт болыңдар. Қандай жақсы балдар. Келіңіз төрге отырыңыз. Қандай әдемі піскен бауырсақтарың. Мынау ши бауырсақ қой. Бауырсақтарын деген балдар көмектесті. Қандай жақсы ақылды балдар екен. Ой, рахмет. Алыңдар, сендер де алыңдар бауырсақ. Қыздар өзіміз пісірген бауырсақты бірге шай ішеміз. Бұл қандай тәтті шай екен. Ал енді балдар, мен батамды берейін сіздерге. Я Құдайым берсін, айтқаным келсін, келтігім болсын, кеткенім келсін. Есесін Алла жеткерсін. Мына кішкентай бүлдіршіндеріміз үлкен азамат болып, ер жетіп, солардың қызығын көрейік. Аспанымыз ашық болсын, халқымыз тыныш болсын, заманымыз жақсы болсын. Үлкен азамат болыңдар. Әрдайымда маманың айтқанын қылып, анашының айтқанын қылып, тәртіпті бала болыңдар. Сынау